Жеті шелпек шарапаты. Баяғыда бір жолаушы келе жатып, жолдан сандық тауып алады. Ашып қараса, алтын тас жатыр екен. Құдайым, жоқ жерден берді ғой, деп шаттанған бейбақ алтынға қолын соза бергенде, ол үлкен жыланға айналып, өзіне тап береді. Ей бейшара, не тапсаң да өз сорыңнан көр. Сандықта жатып, 1000 жыл бойына біреу мені босатса, алтынмен аптап, күміспен қаптаймын деп тіледім. Ешкім құтқармады. Бүгін кімдегім енді құтқаратын болса, соны жұтып өлтіремін деп серт бердім. Сен кезіктің, енді сертімді орындаймын, дейді. Жолаушы шырпыр болып, сені құтқардым, жібере көр, деп қанша жалынса да, жылан көнбейді. Кенет жолаушы алыста келе жатқан 30 адамды көзі шалып қалады. Қуанған жолаушы олардан араша сұрайды. Олар жыланнан қорқып, бұл жылан алып екен, бұған шамамыз жетпес, деп қолды бір сілтеп кетіп қалады. Жылан жолаушыға жақындай түседі. Бейбақ, өлген жерім осы болды ғой, дей бергенде тағы да 5 кісінің сұлбасы көрінеді. Жолаушы құтқар деп оларға жалынады. 30-дың шамасы жетпегенде бізден не күтесің, деп олар да кетіп қалады. Жылан төне түседі, бейбақ иманын үйреді. Сол кезде бір кішкентай бала келе қалады. Ей жылан, мына бейбақтың не жазығы бар, деп сұрайды. Жылан мән жайды баяндап, 30-дан қайыр, 5 жаннан пайда болмағанда, сен не істей аласың, жоныңнан қалма, дейді. Бала, ей жылан, жазықсыз жанға жала жаппа, өтірігіңе сенбеймін. Айтқаның рас болса, мына денеңмен кішкене сандыққа қалай сыйдың? Көз көрмей, көңіл сенбейді, дейді. Жылан бұлқан талқан ашуланып, сандықтан қалай шықсам, солай сыйып та кетемін. Қарап көз жеткіз, дейді де түтінге айналып, жоғары көтеріліп, сандыққа кіріп кетеді. Бала сандықты тарс жауып, аузын бекітеді. Сосын жолаушыға, жыланнан құтылдың, енді жоныңнан қалма, дейді. Жолаушы қуанып, айлаңды асырдың батыр, қарыздармын, жөніңді айт, кімсің, дейді. Сонда бала, бұл жылан орынсыз айтқан өз сөзің, 10 бәленің 9-ы тілден деген, орынсыз сөз иесін қабады. Ақылды адам тілін буады. 30 кісі ұстамаған оразаң, 5 кісі қаза қылған 5 уақыт намазың, құлшылыққа салғырт қарадың, олардан қайран болмады. Бірақ сен жұма сайын 7 шелпек пісіріп, кедей кепшіктерге садақа беретін едің. Алла сенің осы қасиетіңді жақсы көретін. Мен өзің пісіріп таратқан сол 7 шелпекпін. Сені құтқаруға Құдай арнайы жіберді, депті. Осыдан бастап ел ішінде 7 шелпек 7 бәлені жояды. 7 шелпек пісірсең, 7 атаңа сауабы тиеді деген ұғым түсінік қалыптасты. Әлеуметтік желіден алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы. Ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.